14 жасқа толған балаларға арналған. Көшбасшы кейзет. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Көшбасшы кейзет бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ағылшын тілі пәндері бірлестігінің жетекшісі Ақмарал Дәулетиярова. Дәулетиярова Ақмарал Болатбекқызы 1989 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Жоғары білімді 2008-2011 жылдар аралығында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетін шетел тілдері мамандығы бойынша тәмамдаған. 2018-2020 жылдар аралығында Назарбаев университетінен білім берудегі басқару бойынша магистр дәрежесін алған. Сондай-ақ Ұлыбританияның Эдинбург қаласында Bridge Study Centers орталығында Cambridge English Level 5 Certificate in Teacher English to Speakers of the Language курсын тәмамдаған. Бүгінгі күні Назарбаев зияткерлік мектебінде ағылшын тілі пәнінің мұғалім модераторы, бірқатар халықаралық ғылыми практикалық конференциялардың қатысушысы, республикалық облыстық марапаттардың иегері. Көшбасшы кейзет. Ақмарал ханым, қарбалас тіршіліктің арасында сұхбатқа уақыт тапқаныңызға үлкен рахмет. Кезекті оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймын. Дегенмен де енді сұхбатымыз осы сіздің жұмысыңыз жайлы, жалпы осы мектептің жұмысы жайлы өрбитін болады. Жалпы сұрағым осы химия биология бағытындағы тереңдетілген немесе бағытында оқытылатын Назарбаев зияткерлік мектебі басқа мектептерден айырмашылығы неде? Өзіңіздің педагогикалық көзқарасыңыз бойынша. Мектептің атауы айтып отырғандай, біздің мектептің негізгі бағыты бұл химия биология саласын дамытуға бағытталады. Бағдарламалар түрлі осы бағыттағы. Сонымен бірге біздің мектепті басқа мектептерден бір ерекшелендіретін өзімнің пәніме қатысты айтатын болсам, бұл IELTS халықаралық емтиханы дайындық жұмысы болып табылады. Себебі 12-ші сыныпты бітірген оқушылардың барлығы бұл халықаралық емтиханды жыл сайын тапсырып отырады. Және де тағы бір айта кетерлік мәселе, біздің мектебімізде өзін-өзі басқару ұйымы жақсы жұмысын жүргізеді. Мектептің оқушылар арасынан сайланған мектеп президенті, мәдениет министрі, спорт министрі және түрлі салада министрлер өз жұмыстарын жасайды. Олардың жасап жүрген ең белгілі жобалардың бірі деп бұл бизнес идеялар жобасын айтуға болады. Яғни әр шаңырақ өздерінің жобаларын ұсынып, сол бойынша конкурстан өтеді. Тамаша. Жалпы енді мектепте қанша оқушы, қанша оқытушы, қандай деңгейде деген секілді ол бір әсер ете ме? Ол оқушылардың саны, мұғалімдердің саны, әлде ол бір өзгеріп отыра ма жыл сайын? Жыл сайын өзгеріп отырады, бірақ орташа оқушылардың саны 730-ді құрайды. Мұғалімдер де 135-140 шамасында өзгереді. Және де мектепте оқушы санына сәйкес оқытушылардың да саны жеткілікті. Яғни көптеген пәндер бізде бөліп оқытылады. 10-12 оқушы болып бөліп оқытылады. Сондықтан оқушы мен оқытушылардың санының ара қатынасы жақсы ескерілген деп айтылады. Тамаша. Жалпы бізде ішке кірген кезде бір өзіндік жастар тілімен айтқанда вайп деген бар ғой, енді өзіндік атмосферасы бар, ерекше бір жұмыс істеуге де, оқуға да бірден бір ынтаны ашатын секілді да. Енді өзіңіздің жеке жұмысыңызға келетін болсақ, мектептегі сіз ағылшын тілі пәнінің оқытушысыз. Сонымен қатар ағылшын тілі пәндер бірлестігінің жетекшісіз. Енді жаңа айтып жатсыз, IELTS халықаралық тестісіне дайындаймыз деп. Енді нәтиже қандай? Қанша оқушы тілді жақсы меңгерді, қанша оқушы IELTS-тан қажетті балды алып шетелге оқуға кетіп жатыр? Жаңа өзім айтып өткендей, барлық 12-ші сыныптың оқушылары IELTS емтиханын тапсырады. Биылғы оқу жылындағы мектеп бойынша жалпы орташа ұпай 6,2 ұпайды құрады. Негіз максималды ұпай 9 ұпай. Бұл орайда оқушыларымыз ең жоғары жинаған ұпайы 7,5-ті құрады. Бірақ өткен жылдары 8 алған оқушылар да кездесті. Жалпы есепте 6,5, 7,5 алған оқушылардың пайыздық көрсеткіші 5,5 алған оқушылардың көрсеткішінен әлдеқайда жоғары. Сондықтан мектептің бітірушілердің басым бөлігі жақсы немесе өте жақсы деңгейде ағылшын тілін меңгеріп шықты деп қорытынды жасауға болады деп ойлаймын.
Тамаша. Сонда біз қазір кез келген мектептің оқушысын алып шетелге алып кете салсақ, бірден транслейтер болып жүре береді екен ғой, Солай деп айтуға да болады. Тамаша, өте жақсы. Енді тағы да бір сұрақ. Мәселен, балдар ағылшын тілін оқыды, күткен тестін тапсырды. Енді ол тілді меңгерді. Қазіргі таңда енді ағылшын тілін білу ізденуші, ізденетін, жалпы болашақта бір маман болам деген адам үшін ағылшын тілі міндетті деп айта аламыз. Енді сол сізден оқыған оқушылар ары қарай сол скиллдарын, сол ағылшын тіліндегі деңгейлерін ары қарай қайда пайдаланып жатыр? Оқушылар IELTS емтихан тапсырған мен ғана қоймай, өздерінің таңдау пәндері, химия, физика, биология пәндерінде мемлекеттік емтиханда ағылшын тілінде тапсырады. Яғни біздің сабақта меңгерген білімдерін ол оқушылар басқа өздерінің таңдау пәндері бойынша сыртқы жиынтық емтихандарда қолдана алады кеңінен. Сонымен қатар мектепте 40-тан астам осы кезге дейінгі түлек шетелде білімдерін жалғастыруда. Яғни бұл да біздің еңбегіміздің нәтижесі деп айтуға болады. Ұстаздан шәкірт ұзат деген бар ғой. Кейін бір алдыңызға келіп тұрған кезде бір қуанатын шығарсыз. Мен мына баланы мен ғой үйреткен деп. Сондай бір сезім болады ма? Әрине, ұстаз әрдайым өзінің шәкіртімен мақтанады. Сондықтан әрбір оқушымыздың жеткен жетістігі біздің еңбегіміз. Сол үшін біз әрине қуанамыз. Осы жалпы шет тілі деп айтып үйреніп қалғанбыз ғой. Ағылшын тілінен білім беру саласында өзіңіздің ғылыми еңбектеріңіз бар екен. Сол еңбектеріңізге тоқталып өтсеңіздер, қай бағытта, қалай, қазіргі таңда қалай қолданыста? Ең алғашқы жүргізген зерттеулерінің бірі бұл IELTS емтиханына тікелей қатысты болды. Яғни бұл емтиханды дайындық барысында қандай факторларды ескеру керек және оқушылардың IELTS емтиханда жоғары ұпай жинауына қандай шарттар әсер етеді бағытында болды. Және де келесі жасаған жұмысым бұл STEM сабақтары, яғни ғылым, математика, технология және инженерлік бағытындағы сабақтардағы оқушылардың сабаққа қатысуы қаншалықты деңгейде деген бағытта болды. Яғни бұл жерде мен оқушылардың гендерлік өзгерістеріне мән бердім. Яғни бұл сабақтарда ер балалар немесе қыз балалардың қайсысы көбірек араласады бағытында болды және бұл жерде біз оқушылардың перспективасын қарастырған болатынбыз. Енді қазіргі кезде жасап жатқан жұмысым бұл оқушылардың жазылым дағдысын дамытудағы PIL стратегиясын қолданудың тиімділігі бағытында болып жатыр. Енді жұмыс аяқталды, сол бойынша осы кезде мақала жазу үстінде. Енді көптеген терминдерді айтып жатсыз, STEM, сосын PIL деген шамалы ашып айтып жіберсеңіз бір-екі ауыз сөзбен. Әрине, STEM бұл Science, Technology, Engineering, Mathematics, яғни ғылым, технология, инженерия және математика деген ұғымдарды біріктіретін қазіргі таңдағы ең танымал ұғымдардың бірі деуге болады. Яғни бұл бағыттарды бұл бағыттарға тілді кірістіріп оқыту бойынша және де PIL деген стратегия бұл жазылымға байланысты қолданылатын стратегия. Оқушылардың өз аргументтерін дәйекті түрде жеткізуге, ойын тиянақты жеткізуге үйрететін тиімді бірден бір стратегия. Тамаша. Енді қазіргі таңда ақпарат өте қолжетімді да. Кез келген адам кез келген ақпаратқа қолын жеткізе алады, кітапханасы бар, интернеті бар. Енді сондай заманда бір өзгеше оқушыларға сабақ беру процесінде бір әдіс тәсілдеріңіз қандай? Және де қазіргі оқушылар енді дегенмен жаңағы социологияда бөлінеді ғой, әлеуметтануда. Мынау Z ұрпақ, мынау альфа ұрпақ деген секілді. Сол бір өзгеріс болады заманына сәйкес психологиясында, интеллектінде. Соларды ескеріп, қандай әдіс тәсілдермен жұмыс жасайсыз? Қазіргі таңдағы ұрпақ бұл өз бетінше оқи алатын тәуелсіз ұрпақ. Яғни оқушылар тілді өз еріктерімен өздері меңгере алады. Дегенмен мұғалімнің сабақ барысында да бағыт бағдар беріп отырғаны әбден қажет. Сол бағытта мен қазіргі таңда Socratic семинар деген, Dictogloss және Reciprocal Reading деген сияқты заманауи технологиялар мен стратегияларды қолданамын. Сонымен қатар оқушылардың өзіндік білім алуын ынталандыру мақсатында Британ кеңесінің сайттарын, Vakaru немесе Padlet деген сияқты тіл үйренуге бағытталған қосымшаларды да қолдануға кеңес беремін. Яғни тек қана сабақта емес, сонымен қатар өз уақытында практика көп жасаса, тілді жақсы деңгейде, тілді тезірек меңгеруге үлкен мүмкіндік бар.
яғни кез келген адам, кез келген уақытта, кез келген жаста, кез келген гендерлік сипаттама бойынша тілді үйренуге мүмкіндік бар ғой. Менің пікірім, иә. Алайда қазіргі кезде көп адамдардан естиміз, тілді үйрену есейген кезде қиын деп. Енді бұл пікірмен мен келіспеймін деп айтуға болады, себебі адамда ең алдымен ішкі мотивация болса, тіл үйренуге деген. Сонымен қатар қажетті ресурстар болса, тілді меңгеруге үлкен мүмкіндіктер бар. Бірақ бұл жерде ескеретін жағдай міндетті түрде сіздің тілді қолданатын ортаңыз болу қажет. Яғни сіз оны өз бетінше, мысалы, видеолар арқылы интернеттен үйреніп қана қоймай, ол үйренген біліміңізді қолданатындай сізде сәйкес орта болу керек. Яғни бұл жерде ағылшын тілін үйрену кезінде ағылшын тілінде сөйлейтін, ағылшын тілін қолданатын ортаңыздың болғаны өте маңызды. Себебі практика жасамаса кез келген дағды әлсіреп ұмытып қалуы мүмкін. Тамаша. Енді өзіңіз мұғаліммен қатар, мұғалімдікпен қатар ағылшын тілі пәндер бірлестігінің жетекшісіз. Яғни осы мектепте басшы болып есептелесіз. Енді ол бір мысалға оқушыларға сабақ берген бір бөлек, мұғалімдердің де жұмысын ұйымдастыру керек қой. Ол құзыретіңіз жайлы айтып берсеңіз. Әрине, оқушыларды ұйымдастырумен мұғалімдермен жұмыс жасау екеуі екі түрлі нәрсе. Дегенмен бұл екі жұмыстың өзі де әр мұғалім үшін ол өте құнды тәжірибе деп айтуыма болады. Мұғалімдерді ұйымдастыру барысында мен өзім көшбасшылықты бөлуге тырысамын. Яғни жұмысты ұйымдастыру барысында барлығын өзім емес, белгілі бір жұмыстың ерекшелігіне байланысты сол бағытта потенциалы бар, сол бағытта жақсы жұмыс жасай алатын мұғалімдер көшбасшы қызметінде атқарады. Яғни жұмысты барлығымыз бөлісе отырып жасау, бұл осы уақытқа дейін сәтті жұмыс жасап келе жатқандығымыздың себебі деп айта аламын. Командалық жұмыс қой. Командалық жұмыс. Яғни мен ол басшы емес, мен команданың бір бөлігімін деген принцип па сонда сізде? Иә, солай деуге де болады. Себебі біз мысалы сабақ жоспарлаған кезде де біздің бірлестігімізде бірлесіп жоспарлау жұмысы өте жақсы жолға қойылған. Яғни бір сабақтың өзін дайындау барысында тек қана бір мұғалімнің емес, бірнеше мұғалімнің пікірі, тәжірибесі ескерілетін болады. Енді сұрақ, мысалға халықаралық деңгейде бағаланатын тестілеу жүйелері бірнешеу. TOEFL бар, Duolingo бар, IELTS бар. Неге сіздер IELTS-пен оқытасыздар? IELTS халықаралық емтиханы біздің жалпы Назарбаев зияткерлік мектептер жүйесінде белгіленген, бекітілген емтихан болып табылады. Сол себепті біз осы бағытта жұмыс жасаймыз. Тамаша. Мәселенке бір шамалы бір альтернативті сұрақ болсын, альтернативті кеңістікке дегендей. Егер де Назарбаев зияткерлік мектебінде емес, лицейде немесе орта мектепте жұмыс жасасаңыз, жұмысыңыз басқаша болар ма еді деп ойлайсыз ба? Және нәтижесі қалай болады деп ойлайсыз? Жұмысым ондай қатты өзгереді деп ойламаймын. Себебі мен Назарбаев зияткерлік мектебіне жұмысқа орналаспас бұрын ауылдық мектепте жұмыс жасап көрдім. Яғни екі жақта да менің жеткілікті деңгейде жұмыс тәжірибем бар деп айтсам да болады. Бұл жерде жұмыстың сәттілігі сіздің жұмыс жасаған орныңызға емес, ең алдымен өзіңізге байланысты деп ойлаймын. Өзіңіздің жұмыс істеу стиліңізге, сабақты беру стратегияңызға және оқушылармен қарым-қатынас орнату этикаңызға байланысты деп ойлаймын. Мысалға, қазір енді 11-ші сынып бітіріп жатқан оқушылар өте көп. Сол оқушыларға қандай оқу орындарына баруға кеңес берер едіңіз? Жер шары бойынша. Енді бұл жерде нақты бір оқу орнын атай алмаймын. Бұл оқушының таңдаған мамандығына байланысты айтылу керек деп ойлаймын. Дегенмен, әлемдік рейтингтерде ең алғашқы орындарда Гонконгтың, Сингапурдың жоғары оқу орындары, Ұлыбританияның және де ақш мемлекетіндегі жоғары оқу орындары айтуға болады. Сонымен қатар өзіміздің елдегі белді оқу орындарында айта аламын, себебі шетел асып та емес, сол шетелдегі білім деңгейін өзіміздің мемлекетте де алуға үлкен мүмкіндік бар. Бірнеше университет атайтын болсам, Назарбаев университеті, Әл-Фараби университеті, КИМЭП және Қазақ-Британия университеттерін аса айтуға болады деп ойлаймын. Қорқытты, ұмытып кеттіңіз ғой.
қорқыт ата университеті әзілдеп жатыр. университеті менің бұл тізімге де қоса аламын, себебі мен өзім оқу орнын сол университеттен бітірдім, сондықтан бұл университеттің де мен үшін орны ерекше. Тамаша. Енді мысалға бір тілді үйренген кезде сол елдің мәдениетін бойыңызға сіңдіріп аласыз. Яғни сол елдің мәдениетте бойыңызға сіңіп кетеді. Енді мысалға ағылшын тілін үйренген кезде сіздер бір британдық мәдениетке бір қолыңыздың ұшы тиіп, сол жақта бір сэр, леди деген сияқты түсініктер бар ғой енді. Сондай түсініктермен жүрген кезде джентльмендік деген сияқты найт дейді ғой енді, рыцарьлік сондай бір қасиеттерді еркектерден күтіп, болмаса бір сондай қарым-қатынас күтетін кездеріңіз бола ма? Өзіңіз сол мәдениетті меңгергеннен кейін, енді қазақы ортада жүргеннен кейін, сол мәдениеттің көрінісі, тілде айтылған мәдениеттің көрінісі күнделікті өмірде болмаған кезде бір дезориентация болатын кездер бола ма? Ондай кездер осы кезге дейін болды деп айта алмаймын, себебі өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген ұғымды мен өз салтыңды құрметте деген бағытта да қолданғым келеді. Яғни сіз көп мәдениет білген сайын сіз өзіңізді байи түсесіз, алайда өзіңіздің өмір сүретін, жұмыс жасайтын ортаңызға сәйкес әрекет етесіз. Сол себепті ондай келеңсіз жағдайлар немесе жаңағы көңілді түсіретін оқиғалар болды деп айтпаймын. Ағылшын тілін біз меңгере отырып, біз тек қана Англияның емес, ол Ұлыбританияның, яғни Шотландияның, Уэльстің, ақш-тың, ағылшын тілінде сөйлейтін барлық елдің мәдениетімен мүмкіндігінше танысуға тырысамыз. Әр мәдениеттің өзіміз ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс жасаймыз, бірақ ол біздің күнделікті өмірімізге әсер етеді деп ойламаймын. Тамаша. Енді мысалы шетелге оқуға кеткен оқушыларыңыз осы жақта қал деп кеңес бересіз ба, әлде елге қайтып кел деп кеңес бересіз ба? Немесе апай мен осы жаққа барып оқып, осы жақта қалғым келеді деген кезде не айтасыз? Енді бұл жерде ол әркімнің өзінің таңдауы деп ойлаймын. Егер ол оқушы өзін сол ортада өмір сүре алатындай, сол ортаға бейімделе алатындай сезінсе, қалуына болады деп ойлаймын. Дегенмен мүмкіндігінше өз елімізге қайтуға көндіруге емес, бірақ бағыттауға тырысамын деп айта аламын. Себебі өзің туып өскен жеріңе, білім алған ортаңа келіп, өз қызметің жасағанға не жетсін? Жанама ықпал дейсіз. Солай айтуға болады. Тамаша. Енді өзіңіз көптеген оқушыларды үйреттіңіз. Енді былай біздің көрермендерге жалпы қандай кеңес бересіз? Осы ағылшын тілін үйренуді неден бастау керек? Алғашқы бір 5 қадамы, 10 қадамы деген секілді бір тәсілдер бар ма? Ең алдымен адамда өзінде айтып өткенімдей ішкі мотивация болу керек. Себебі біреудің бағыттауымен тілді үйрену мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі өзіңіз оны қаламасаңыз. Және де адамда міндетті түрде нақты жоспар болу керек. Яғни қай уақытта қандай жұмыспен айналысады және ол тілді үйренуге қаншалықты уақыт бөле алады. Және күніне міндетті түрде кем дегенде бір 20 минут бөлсе деген кеңес бергім келеді. Сонымен бірге қажетті ресурстарды да жинақтап алу қажет. Және мүмкіндігінше өзіңізбен деңгейлес адамдармен, болмаса тіпті өзіңізден тіл деңгейі жоғары адамдармен байланыс орнатуға тырысу қажет деп ойлаймын. Себебі ағылшын тілін үйрену үшін міндетті түрде практика қажет. Яғни қазіргі технология дамыған заманда біз интернет арқылы хат жазып практика жасай алатын әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдарды табуымызға болады. Сонымен қысқаша айтатын болсам, міндетті түрде мотивация, нақты жоспар және практика. Осы үш нәрсе. Енді осы біздің сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіз? Және өзіңіздің өміріңізге өзгеріс алып келген кітапты айтсаңыз. Ағылшын тілінде кітап оқу бұл тілді меңгеруге үлкен септігін тигізеді. Енді қазіргі таңда мен классиканы емес, қазіргі кездегі әдебиетті, көркем әдебиетті оқуға кеңес беремін. Себебі тіл уақыт өткен сайын
өзгеріп отырады, соның ішінде сөздіктер де өзгеріп отырады. Сол себепті қазіргі кездегі көркем әдебиетті оқу арқылы сіз сөздік қорыңызды молайтасыз, дүниетанымыңызды молайтасыз, және де қалай дұрыс сауатты сөйлем құрастырып, оны пайдалану қажеттігін үйренесіз. Сондықтан қазіргі көркем әдебиетті оқуға кеңес беремін. Сонымен қатар оқудан бөлек міндетті түрде видеолар, подкасттар, яғни аудиолар тыңдауға да кеңес беремін. Енді менің өміріме өзгеріс енгізген кітапты айтатын болсам, осы қазірге дейін көп кітапты оқыдым. Әр кітаптың өзінің ерекшелігі, өзінің сізге қалдырар ойлары бар. Менің өзім сүйікті авторым Дэн Браун. Оның Код да Винчи, Инферно, Утраченный символ сияқты кітаптар сериясын оқып бітірдім. Яғни әр кітапты оқығаннан кейін белгілі бір ой, дүниеге, әлемге деген көзқарас қалыптасады. Сондықтан осы автордың кітаптары маған көп әсер етті деп айта аламын. Тамаша. Жалпы өміріңізде әсерлі моменттер көп болсын. Оқушыларыңыз IELTS-ның ең жоғары балларын ала берсін. Өзіңіз де кәсіби тұрғыдан шыңдала беріңіз. Сұхбатыңызға рахмет. Алдағы уақытта биіктен көреміз деп сенеміз, және жеңісті күндерде кездескенше. Үлкен рахмет. Сіздердің де жұмыстарыңызға үлкен сәттілік тілеймін. Көшбасшы кейзет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі аптада жүздескенше аман сау болайық. Сыр жастары көш басында. Көшбасшы кейзет.